Қарақалпақстан, Өзбекстан һәм Улума Орта Азия халқы үшін ең ахметлі темалардың бірі бұл той. Әлбетте, жәмиетімізде бір-біріне айтатұғын тілеклері де жинаған тергенің тойға бұйырсын. Дұрыс, той болғаны жақсы, қуанышлы, бірақ тойдан кейінгі басыланатұғын әрқилы машқалар, яғни қарыздарлықтан құтылу, әрқилы кредитлер, және де таза түскен келіннің тезлік пенен перзент дүнияға келтіруін қалеуі, жасы үлкендердің ертеден ақылық сүюге асығуы. Әлбетте, соның менен шаңырақта перзенті дүнияға келеді. Бұл ана үшін, және де шаңырақ һәм жәмиет ұшында үлкен жауапкершілік жүктейтұғын дәуірлер. Дұрыс айтасыз, Перизат. Себебі бүгінгі күнде хаял қызлардың һәмде болашақ аналардың физикалық һәмде психологиялық таярлануы, аналыққа таярлануы ахметлі рөл ойнайды. Олардың баланы режелестіру һәмде шақс сипатында қалыптастыруына шекемгі жауапкершілік мойнына түседі. Бүгінгі күнде жәмиетіміздің рауажлануында хаял қызлардың саламатлығы һәмде олардың аналыққа тәрбиялануы, таярлануы бойынша Қарақалпақстан Республикасы жетекші гинекологы, бірінші санлы шаңырақ поликлиникасының бас бакері Меруерт Мырзабаевна менен сөйлесуді мақұл таптық. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Хош келіпсіз. Рахмет. Хош көрдік. Міне бүгін сіздер жүдайым бір глобал машқалалардың бірін көтергенсіз. Расындаям. Міне мұсылман халқы, міне өзбек болсын, қарақалпақ болсын, той. Той бұл халқымыздың қазинесі, халқымыздың байлығы. Әрбір ана дүнияға келгеннен кейін, сол өсіріп атқан ұл қызын ер жеткеннен кейін соларды үлкен шаңырақ жолына басылап, олардан той көргісі келеді. Тойдың ізінде машқалалар қазіргі күндегі біздің халқымызда жүдайым әуж алып кетіп атырыпты. Тойлар замана гөй тәрізде, әмде шығыны көп тәрізде тойлар болып өтіп атырыпты. Тойдың түрлері көбейіп атырыпты. Мысалы, шаңырақ құрғаннан кейінгі, нәрестелі болғаннан кейінгі бір жасқа толу тойы, онан кейін нәрестені сүлдету тойы, бесік тойы. Халқымыздың басы тойдан шықпасын, бірақ бұл тойлардан мен ойлайман іржелестіретұғын, нормаға түсіретұғын уақыт келді. Себебі біз соған таярмыз ба? Біздің ең бірінші мақсатте ұлларымыз таяр ма шаңырақ құруға? Қызларымыз таяр ма? Біз хаме жерде медицина тарауында болсын, білімдендіру тарауында болсын, тек қана хаме уақытта ұрғыны қызларға, яғни хаялларға қаратамыз. Бірақ біздердің сол ер балаларымыз нәзерден сәл шетте қалып кетіп атырған жоқ па деген ой мені жүдая мазалайды. Себебі бұл шаңырақ құруда, ертеңгі дүнияға нәресте келтіруде тек қана сол келіннің мойнында емес, бұл шаңырақтағы сол шаңырақтың атмосферасы, яғни сол шаңырақта ата, ене, күйеу, сол келін, сол шаңырақта қоршаған шаңырақтағы ағзаларға байланысты. Әлбетте, саламат тұрмыс қалыптасуында, заманауи жәмиетті қалыптастыруде хаял қызлардың және де хаял қызлар саламатлығының ахметлі рөлі қаншалықты дәрежеде? Хаял қызлардың саламатлығы жүдайым ахметлі. Әсіресе қызларымызды әрбір ана тәрбиялайды. Ертең басқа жерге келін болып түсесең, ертең басқа жерге барасаң, ертең деген затпенен таярлаймыз қызларымызды. Сол кезде біз қызларымызға ана болуды, ертең күнде ол дүнияға келтіретін нәрестесін қайтып тәрбиялау керек екенін ұмытпастан үйретуіміз керек. Себебі қыз балаларымызды ерте тұрмысқа бермеу керек. Мысалға менің сол гинекологлардың һәмде медицина қызметкерлерінің ұраны бар: ерте тума, кеш тума, көп тума деген. Бұл ұранның сол үш сөздің өзінде көп мән жатады. Сол қызларымызға да ерте тума деген, ерте тұрмысқа шықпа. Сен тұрмысқа таярсаң ба? Ертең өзіңнің шаңырағыңнан басқа шаңыраққа барып қалыптасып кетуге таярсаң ба? Сау саламат ұрпақты дүнияға келтіруге таяр ма? Оның денсаулығы қандай, оның психологиясы қандай, физиологик жетіскерлігі қандай? Осы мәселелер бойынша біз шаңырақ ағзалары ойлануымыз керек. Қызларды медициналық көріктен өткеру, бұл жұмыстардың бәрі медицина қызметкерлері тарапынан алып барылып жатыр. Мектеп дәуірінен басылап біз жас өсірім қызларды
репродуктив саламатлыққа таяр ма, олардың органдары қандайдыр аномалия жоқ па организмдерінде, қандайдыр кеселдіктер жоқ па, оларды анықтау біз медицина қызметкерлерінің вазифасы. Бірақ осы шаңырақ ағзаларам әтібарсыз болмау керек. Дұрыс айтасыз апа. Біздердің жәмиетімізде сондай нәрсе бар да, қазір оқу орындарында, жоғары оқу орындарында арнаулы талап дәрежесінде медициналық көріктен өткеріледі. Сол оқу орындарына медосмотр дейді ғой. Бірақ сол қазіргі жас қызлар арнайы гинеколог көрігіне барып көрінуге ұялады. Біздердің жәмиетімізде ұят есептелінеді. Дұрыс айтасың, бұл халықта арасында қыз бала қысынады, қыз бала гинекологқа барыпты деген сөзден. Бірақ біздерде қызлар гинекологы бар. Қызлар гинекологы Нөкіс қаласының өзінде, міне республикалық балалар емдеуханасында қызлар гинекологы бар, hamде көп тармақлы поликлиникамызда қызлар гинекологы. Әрбір шаңырақ поликлиниканың өзінде шеттен ғана бір кабинет ажыратылған қызлар маслихатханасы. Бұл қызларға сол жерде маслихат беріледі. Бірақ біздің халқымызда еледе болса осы ілетлер қалып кеткен, қыз бала не үшін гинекологқа барады деген. Қыз бала гинекологқа бармайды деген сөз жоқ. Қыз бала ол ертең ана болacak. Даярлану керек ол аналыққа. Репродуктив системасында қандайда нұқсан бар ма? Қалай кетіп жатырыпты? Ол ертең ана болуға таяр ма? Өзі үстінде өзінің денсаулығы хақында гинекологтан мағлұмат алуға хақылы. Қыз баланы как хаял адамды көргендей тексеруден өткізбейміз. Узи көріктерінен сәубетлесу, онымен сәубетлесудің өзінде қызда, сол қыз баланың организмінде қандайдыр патология, машқала бар екенін анықтауға болады. Hamде тек қана машқаланы анықтау емес, ертеңгі тұрмысқа таярлау. Бұл қыз ертең ана болу не, хамнедарлық қалай кешеді, хамнедарлық дегеніміз не деген сабақларымыз бар біздердің өтетұғын. Соның үшін әр бір қызға, не бой жеткен қызлар деп айтамыз, мінекей, біз 15 жастан 49 жастағы туу жасындағы хаяллар деп есептейміз. Осы 15-18 жас аралығында қыз балаларымыз әлбетте гинеколог маслихатынан өтуі керек. Бұл ешқандай ұят емес. Жәмиетімізде неше жастан басталынады неке құру? Неке құру енді әр бір шаңырақтың конституцияда белгіленген паспорт, яғни осы өзінің паспорт алынғаннан кейін қыз балаларымызға неке құруға рұқсат беріледі. Мысалға өзінің шақсын тастиқлаушы мағлұмат болмаса, оған неке құруға рұқсат жоқ. Қазіргі уақытта 16 жастан паспорт алып жатырыпты, бірақ қыз балаларға 18 жастан кейін, яғни 20 жаста неке құрса жүдә абзал болады. 18 жасам бұл ерте неке құру болып есептелінеді. Мен сол Қарақастан Республикасында енді біздерде көбінесе қызларымыз жүдәем жақсы білім алуға, ілім алуға, жоғары оқу орындарында оқуға әрекет қылады. Бізде көбінесе міне 23 жастан кейін, 25 жас аралығында тұрмысқа шығады қызларымыз. Бұл жүдәем жақсы көрсеткіш. Ерте тұрмысқа шығып жатырған қызларымыз шен енді мектеп дәуірінде, техникум дәуірінде жүрген уақытында бір айрым себеплер болып қалады. Бұл қызлармен бізде айрықша іздесеміз, енді бұл жасыратыны жоқ. Қызларымыз тұрмысты танымай тұрып, тұрмыс не екенін білмей тұрып, хамнедарлық қандай кешуін білмей тұрып, сондай жолларға барып қалуы мүмкін. Ол қызларменен біздер гинекологлар, шипакерлер әлбетте іздесеміз, мектеплерде іздесеміз, репродуктив система хақында түсініктер береміз. Бірақ менің өзім маслихатым қызларға, сол 22 жастан кейін тұрмыс құрса, бұл дәуірде жоғары оқу орнынан кейінгі басқышлар, яғни 3-4 курс басқышлары болады. Оқуын бір жөнкілік қылған болады. Тұрмысқа таяр, жан жақлама таяр болады. Өзін өзі еплей алады. Ертең бір шаңыраққа барғанда сіңісіп кетуі. Сол шаңырақпенен психологиялық жақтанам, физиологиялық жақтанам, сол шаңырақта адамдармен жақын болып кетуіне де жақсы болады. Дұрыс айтасыз. Жәмиетімізде аз емес жасы үлкендер келелерінен талап дәрежесінде көп перзентлі болуын талап етеді, сұрайды. Бірақ саламатлығыменен байланыслы машқалаларды айтса, дәру айтып шығады. Біздер уақытында 10 балаға шекем дүнияға келтірдік. Бұлар 2-3 перзентті дүнияға келтіріп, саламатлығыменен әрқилы машқалалар айтып басылайды. Деген сияқлы ұнамсыз жағдайлардың куәсі болып жатырмыз да. Негізі шаңырақта неше перзентке шекем дүнияға келу керек? Шаңырақта неше перзент дүнияға келу шекленбеген. Ешқашан біз шеклемейміз. Бірақ әрбір заттың
не дейді, орта миярында болғаны жақсы дейміз да. Мен әрбір ата анаға айтар едім, шаңырақта 3-4 перзент. 3-4 перзент. Себебі қазір күнде талап дәрежесінде, мысалы, алдын аналарымыз, мысалы, өздеріміз шаңырақта 8 перзент тәрбияланғанбыз, мысалы, анамыз. Ол уақытта қазіргідей медицина жақсы рауажланбаған. Бірақ менің көз алдымда анам әрбір сол хамледарлық уақытында, денсаулығында бір қан басым көтеріліп кету, аяқларының ісіп кету дәрежелерін көріп, мен сол кезде кішкентай мектеп баласы болып тұрып қиналатын едім да. Әрбір сол анамды роддомға шығарып салғанның өзінде сол аман келуін перзент есебінде тілеп отыратын едім. Себебі мен 6 классымнан басылап сол медицина қызметкері боламын, врач боламын деген затты өзім алдыма қойғанма мақсат етіп. Себебі ауылдық жерлерде врачлар жетіспейтін еді. Шымбай районынан боламын. Сол балалықтағы арзуым мені Ташкент медицина институтына жетектеді. Қазір күні Ташкент медицина институтын біткеріп келіп, мен 96 жылдан бері Қарақастан Республикасында сол гинеколог шпакері болып істеп келіп жатырмын. 28 жылда жылдар давамында адамның тәжірибесі өседі. Жылдар давамында әр түрлі тұс келесің, жағдайларды көресің да. Мысалға, аналарымыз айтады, біздер, енелер айтады, 8-ін тудық, 10-ын тудық, біздерде еш нәрсе болған жоқ. Ол аналарымыз физикалық минетке шыныққан аналар. Табиғи сол минет істелінген. Әрбір перзенттің өз алдына вазипа қойылар еді. Мысалға, біреу үй жинаса, біреу ауқат асады, біреу дала жұмысшылары, біреу шаруа жұмысшыларымен шұғылданады деген вазипалар болады. Қазіргі уақытта біздердің перзентлеріміздің алдына ата-аналар қандай вазипа қойып жатырмыз? Біз тек қана білім алуды қойып жатырмыз, тура ма? Һәм шариғат жаратып беріп жатырмыз. Әрбір перзенттің қолында қазір телефон, смартфонлар, интернетте қанша уақыт өмірінің өтіп жатырғанын білмейді. Бірақ бір бет кітап ашпайды. Мысалы, біз балалық дәуірімізде интернет жоқ, телефон жоқ, кітап. Кітаптан көп мәні алатын ек, кітаптан көп білім алатын ек. Әрбір кітаптың ақырына шекем асығатын ек. Физикалық минет, физкультурамен шұғылдану, еркек балаларымыз азайып кетіп жатырды, һәм аталық безлері ертең күнінде сол нәсілді жақсы рауажланған нәсіл дүнияға келуі екі адамға байланысты. Физикалық минеттің хаял қызларға, анаға саламатлығына тәсірін айтып жатырсыз. Енді ол заманды өзгерте алмаймыз, кірмашыларды жоқ қылып тастай алмаймыз, ақиқатын айтсақ. Енді олар физикалық жақтан саламат болу үшін спорттың ахметінде айтып өту. Жүдәм, спорттың ахметі, мысалы қазіргі жұмысшыларымыздың бәрі, мысалы біздер медицина қызметкері болғанменен көп өміріміз, дәуіріміз компьютер алдында отырып, харекет аз, отырықлы жұмысларда болады, соның үшін әрбір мекемеде азанғы бір 10-15 минутлық гимнастика уақыты қойылса, мектеплерде ертелік дене тәрбие өткізіледі, институттарда өткізіледі. Сол басқа жұмыс орындарында да сондай бір 10-15 минут уақыт бөлсе, бұл біздің организміміздің тек қана медицина қызметкерлері ғана денсаулыққа жауапкер емес, әрбір адам өзінің денсаулығына жауапкер екендігі бір жақсы бір нәтиже берер еді. Меруерт апа, экологияның анаға һәмде балаға тәсірі қандай? Жүдәм жақсы сұрақ болды. Экология біздің әсіресе Қарақастан Республикасы арал машқаласы дейміз. Тек қана һәме жерде арал машқаласы, арал құрып кетті, арал құрып кеткеннен кейін дұз шаң көтеріліп кетті дейміз. Бірақ әрбір инсан өзінің үйіндегі экология, өзінің шаңырағы атырабындағы экологияға әтібар берді екен. Мысалы, ана тұрған жерде хауа таза болу керек. Хамнедар хаял бар жерде темекі шегілмеу керек. Темекі әсіресе шегіп отырған адамға емес, қасында отырған адамға жүдәм зиян. Негізі көбірек сол қасындағы инсанға көбірек зияны. Себебі сол хауадан демалады. Һәмде сол хамледар бар, жас нәрестелер бар жай қаны таза хауаменен тез-тезден алмастырылып тұрылу керек. Ең татас хауа бұл қана хауасы. Себебі ол жерде қанша сыртқы орталықтан таза ауа кірмегеннен кейін күн давамында ол жерде қанша
шаң көтеріледі, біз көзге көрілмейтін микроблар, вируслар болады. Соның үшін экология бұл ана организм үшін, жаңа дүнияға келіп жатырған нәрестелер үшін жүдәям ауамыздың тазалығы, үйдегі со комнатамыздың тазалығы жүдә ахметке. Әлбетте, экологияның ана һәм бала саламатлығына тәсірін айтып отырсыз ғой, апа. Негізі қазіргі уақыттағы статистика қандай дәрежені көрсетпекте? Туылу барысында. Туылу барысында статистикалық мағлұматларға қарағанда статистика бір тексте тұрмайды, бір тегіслік бойынша кетпейді. Статистика волнообразный, яғни ойнап тұрады дейміз. Себебі 90-шы жыллар менен 96-шы жылларға шейін туышылық көп болды. Қазір сол дәуірдегі ер азаматларымыз, қызларымыз тұрмыс құрып жатырды. Сол уақыттағы мысалға 2000 туышылық, я мысалы 4000 туышылық болған болса, қазір о балалар тұрмыс құрғаннан кейін сол 4000 туышылық болуы мүмкін. 2000-нан кейінгі дәуірде мысалға 2000 туышылық болуы мүмкін. 2000-нан 2004 жыллар арасында 20 жасқа кірген перзентлеріміз тұрмысқа құрып жатыр ма, бұл дәуірде туышылық түсуі мүмкін. Сондықтан статистика деген зат бұл бір тегісте тұратұғын, я мысалы оны бір тегісте ұсылап тұру деген зат емес. Бұл туышылық қазіргі уақытта Қырғызстан Республикасында туышылық дәрежесі түсіп жатырды. Көп адам ойлайды, бұл туышылық түсіп жатырды, демек біздің генотипіміз азайып кетеді. Я маса соны алдын алып жатырды медицина қызметкерлері деп ойлайды. Біз туышылықта ешқандай шекара қоймаймыз, бірақ интервал сақлаймыз. Не үшін керек бұл аралықты сақлау? Мысалы, бір жыл барды айттым сөзім басында. Тез тума, көрген жаста кеш тума, көп тума. Бұл тез тума деген аралықты сақлау керек. Не үшін біз аралықты сақлаң, құрметлі аналар дейміз. Бір балаға кеткен хаял организмындағы микроэлементлер, со балаға кеткен 9 ай давамында хамиледарлық өткізеді бұл хаял. 9 айдан кейін туу процесі болады. Туу процесін өмірінің ақырына шейін ұмытпайды. Себебі бұл туу процесі ұмытатын зат емес. Себебі 4 перзент туған болсақ, 4 перзентімізді қандай дүнияға келтіргенімізді ешқашан ядымыздан шықпайды. Сол хамиледарлық дәуірінде біздің ішіміздегі хамиле ананың организмінен алады. Хамме затты, кереклі микроэлементлер. Мысалға, бір хаптелігінің өзінде баланың хамме генотипі бала болатұғын, ертең бұл адам болатұғыны уже тастиқланды ол. Оның қан тамыры, жүрек ұрысы, оның организмі сол уақыттың өзінде белгілі. Қазір УЗИ көрпілеріне барғанда 4 хаптелігінің өзінде жүрек ұрысы бар екен деген естесілер. Демек, бұл хамилеміз, туыламан деген хамиле деп айтамыз, туылғаннан кейін біз нәресте дейміз. Хамилеміз ана қарында жатып, өзіне кереклі шариатты талап етеді. Өзіне кереклі мұғдардағы микроэлементлер адам болып жараланса дейміз. 12 мүшесінің сау болып туылу үшін ана организм таяр болу керек. Соның үшін біз шифакерлер 3 жыл мүддет аралықты сақлауын әрбір ата-анадан ілтимас етеміз. Бұл тек қана сол ананың өзіне байланысты емес. Жаңағы сөзіміздің басында айтқандай, ол үйде ене бар, ол үйде ата бар, ол үйде күйеу бар, дұрыс ма? Тек ананың өзінің қолында тұрған жоқ неше перзентті дүнияға келтіру біздің мемлекетімізде. Оның үйінде сол перзентті дүнияға келтіруде де басшылық ететін адамдар бар. Дұрыс па? Мысалы, менің өзім енемен. Ендігі ақылығым неше жылдан кейін дүнияға келтіруім керек. Келінімді қайтып таярлауым керек. Дұрыс па? Енді мен медицина қызметкері болғанлығым үшін таярлануым мүмкін. Бірақ біздің хамме халқымыз медициналық сауаты жоғары емес, медициналық түсінік жоқ. Соның үшін тыңлаушылардан әрбір ата-анадан ілтимас етер едім, кемінде 2 жыл. Кем дегенде 2 жыл арақ сақлау керек. Себебі осы ананың организм қайта тіклену керек. Тағы хамиледар болғаннан кейін, тағы 9 ай давамында бұл ананың организмдегі микроэлементлерден тартып алады. Не үшін? Нұқсанмен балаларымыз туылып жатыр. Естіп атасылар, қазір Қырғызстан Республикасына жүрек нұқсауларын емдеу үшін шипакерлер келіп жатырды деп естесіздер. Не деп ойлайсыздар?
біздің халқымызда нәрестелер жүрек нұқсаны менен жоқ деп ойлайсыздар ма? Туылған қанша нәрестелеріміз бар. Не үшін жүрек нұқсанымен? Бір нұқсанды айтайын. Не үшін туылып жатыр жүрек нұқсанымен? Ана организмі таяр емес. Сол хамилеге керекті микроэлементтер жетіспеді. Соның ұшынан нәрестелеріміз жүрек тесігі менен туылып жатырды. Бір ғана нұқсанды айтқанымыздың өзінде бірнеше нұқсаулар менен туылады. Егер аялдың организмі таяр болмаса, құрметлі халқым, келінді әрбір хамиледарлық арасында медициналық көріктен өткізіп, оның денсаулығы хақында мағлұмат болып, кейінгі хамиледарлыққа таярлауымыз керек. Тек қана медициналық жақтан емес, психологиялық жақтан, физиологиялық жақтан таярлау керек. Мысалы, өзімнің аймағымда қантты диабетпенен бір қызымыз тұрмысқа шықты. Бірақ ол қызды біз қызға түсіндіру, оның шаңырақ ағзаларына түсіндіру өткізіп, 5 жыл давамында тууға рұқсат бермедік. Себебі қант миқдары жудайым жоғары. Ол хамиледар болған кезінде комаға түсіп қалу қаупі бар. 5 жыл давамында сол қызды бақылауға алып, 5 жылдан кейін қант миқдары түскеннен кейін, оның инсулин алу дәрежесі пәсейгеннен кейін хамиледарлыққа рұқсат бердік. Енді шаңырақ болғаннан кейін нәрестелі болмаса, шаңырақ ажырап кетеді, дұрыс па біздерде? Бір перзент дүнияға келтірді, жақсы, саламат, әзірам, бірақ бақылауымызда. Ендігі перзентіне рұқсат жоқ, себебі қант миқдары жоғары. Енді ол сіздердің рұқсатыңызбенен немесе рұқсат бермеуіңізбен анықталған ғой. Бұл түсінген шаңырақ. Медицина талабында ерте тууға қарсы екендігін айттыңыз. Бірақ жәмиетімізде жастар арасында өзі үшін жасауды қалайтын һәм некенің тұрмыстың бірінші жылындай-ақ балалы болды, перзентлі болуға асықпай тұғын шаңырақлар бар ма? Сондай тенденция бар ма? Біздің халқымызда аз, бірақ ұшырасады, өзінің карьерасын істеп алуға қызығатұғын қызларымыз болса, яғни карьерасы менен басқа дәулетлерге шығып кеткен ер азаматларымыз болса, осындай шаңырақларда ғана child free деген бұл англишанша сөз болып, сол шаңырақтағы нәресте болмаудың алдын алып тұруға таярланады. Бұл көп миқдарда емес, 0,1-0,2% болып қалады. Бұл тек қана осындай өз үшін өзінің карьерасын көтеріп алу, ямаса сол бір істеп жатырған жұмысын бір жолға қойып алу үшін болуы мүмкін, бірақ біздің менталитімізде келін түскеннен кейін әме сұрап басылайды. Сол келін ақылықлы болдың ба, келін түстірдің ғой, ақылың қанша болды деп, мысалы, біздегі жастағы апалардан сұрайды. Мысалы, қыздың өзінен, қыздың атрафында, сол келіннің атрафындағылар, ағайын туғалары, не жаңалық бар деген зат. Бірақ сол қыздың организм таяр ма сол не жаңалық болуына? Тек медициналық жақтан емес, тағы қайталаймын, психологиялық жақтан таяр болу керек. Дұрыс, себебі ол келін болып түскеннің өзінде шаңырақпенен араласу, ол үйдің айтып жатырсыз атмосферасына адамларымен араласудың тәшвишінде жүрген уақытта оған аналық болуға негізі ерте. Негізі тек қана жұмыстың себебіне, жұмыстың бәнесіменен емес, негізі көпшілік дерлік барлық аял қызлар да 1 жылдан кейін, немесе өзі анық таяр болғаннан кейін режелестіру керек. Дұрыс айтасың. Енді жас тума деп жатырмыз ғой. Бұл жас туғанда ол қызымыз тұрмысқа келе таяр емес, біріншіден. Екіншіден, ол хамиледарлық деген затымыздың не екенін түсінбестен хамиледар болып қалып, дұрыс па? Оның басында бұл дәуірде қанша стresслер болды, қанша тәшвишлерді өткізді, қанша гәп сөзлерді өткізеді, дұрыс па? Бұл заттан бізді қызларымызды таярлауымыз керек. Біз ашық сөйлесетін дәуірге жетіп келдік қазір. Алдылары жасырар еді, ашық сөйлесуге болмайды, ашық эфирге алып шығуға болмайды. Бірақ заман соны талап етіп жатыр. Жасларымыз алдыға ілгерілеп кетіп жатыр. Интернет рауажланып жатыр. Біз үйретпегенменен, біз сөйлемегенменен интернеттен әрқилы оған түсінікті болған, түсініксіз болған затларды өзіне қабылдайды. Оның алдын алып, біз жасыл келлер үйімізде, шаңырағымызда осы затқа перзенттеріміз таярлауымыз керек. Тұрмысқа таярлауымыз керек. Әлбетте. Жаңа гапыңыз арасында child free темасын қозғадыңыз. Не үшін қазіргі уақытта child free темасы хаужалмақта?
child free бұл перзент болуын арқаға сүріп тұру, я болмаса ережелестіріп тұру. Себебі сол қызларымыздың өзі, я болмаса ер адамларымыздың өзі қалемейді. Сол 1 жыл давамында, 2 жыл давамында сол дару перзент, көп адам ойлайды, перзент аяққа тұзақ деп ойлауы мүмкін. Сонша мысалға алдыма қойып қалған ережелерім арқаға қалып кетеді деп ойлауы мүмкін. Бұның бірнеше түрлері бар. Мысалы үшін 1-2-3 түрге бөлінеді. Бұнда child prince деген бұл қалесе де хамнедар бола алмайды, яғни бипішлік. Бұл бипішліктің өзі бірнеше түрлі. Хаяллар бипішлігі, еркеклер бипішлігі. Қазіргі дәуірде еркеклер бипішлігі көбейіп жатыр. Не үшін? Еркеклеріміз сол өзінің өсіп рауажлану дәуірі, өспірімлік дәуірі дейміз, өспірімлік дәуіріндегі жіберген қате кемшіліктерінің ақбетінде бипішлік қалып келеді. Яғни толық медициналық көріктен өткізбей, өткір ісіну кеселіктерін өткізсе, репродуктив системаларында. Болмаса көп ата-аналарымыз балалар жас кезінде ітібар бермейді, көк тамыры болса балалардың оған ітібар бермейді. Онан кейін бала өсіп рауажланып отырған кезінде аязлау, ісіну, паратит дейміз, тепкі, қарақалпақ тілінде айтқанда, тепкі өткізген балаларға да ата-анасы ітібар беруі мүмкін. Тұрмыс құрғаннан кейін барып, сол уже семьяда, шаңарақта келін хамнедар болмады ма, жуырып басылайды. Сол кезде анықлау. Осы кезде ғана біз ер балаларымыздың нәсілсіздігі анықланып жатыр. Кейінгі уақытта ер балаларымызда аз спермия, яғни төмен процентті көрсетуі. Бұл тек қана сыртқы орталықтың емес, сол баланың өзінің медициналық мәдениеті, физиологик рауажлану мәдениетіне да, киіну мәдениетіне да ітібар береміз. Қазір балаларымыз тар шалбарларды кию мода болған, дұрыс па? Аяқларын келте носкилар кию. Ата-бабамыз айтады, аяғың жылы болу керек. Үйге барғанда айтады, аяғыңа носки киді ма? Қалың киін аяғың. Себебі har бір кеселік аяқтан өтеді. Соның үшін киіну мәдениетіне да ітібар беруіміз керек. Қарақалпақ хаял қызларының арасында саламаттылығына тәсір ететін қандай ескі дәстүрлер бар? Қазіргі заманда жүда бір ескі дәстүрлер жоқ. Медицина қамме жерде жақсы рауажланған, медициналық көріклерден қамырап алу бар, бірақ еледе болса, жаңа сөзіміздің басында айтқандай, біз 10 бала тудық, біз шпакерге көрінбестен тудық деген ғана іллетлер қалып кетуі мүмкін. Келіннің денсаулығына ітібар берместен, енесі болсын, сол үйде күйеуі болсын, медициналық көрікке өз уақытында апармастан, шпакерлер көрігінде бақылауда тұрмастан қандайдыр асқынулар ақбетінде болуы мүмкін. Болмаса, қазіргі дәуірде жүда бір ескі қалдықлар жоқ. Қазір түсінеді, хамде жас ата-енелер көбейіп жатыр. Дұрыс па? 40 жаста ата-ене болып жатырған жасларымыз көп. Қазір 80-ші жылғы қыз жігітлер ата-ене болып жатырғанлары көп. Және жоғарыда гәпіңізде де айтып өттіңіз, қазір сөйлесу бар адамдар арасында, ашық сөйлесу. Келін нені қалайды, енесіне айта алады, ене нені қалеп тұрды, енесіне айта алады. Соның ұшында бұлар азайып жатырған шығар. Әлбетте, мысалы, менің өзім келінім шпакер. Келін болып түскеннен кейін бәрібір сол шаңарақ басында шаңарақпен таныстырасаң, ол шаңараққа именесу керек. Атасы қандай, ене қалай, үйдегі басқа шаңарақ ағзалары менен қандай қарым-қатынасығын бәрібір әрбір қыздың енді келілік вазипасан болады, бірақ қамме затты келін іслесін, бұл келіннің жұмыс деген зат жоқ. Себебі келінге қазіргі енелеріміз жәрдем беруі. Қазіргі келілеріміз оқушы, жұмыс дәуірінде, дұрыс па? Уақыт қысқа, жұмыстан келемен деген үйде отырған ене кешкі ауқатты баслап қойса да, болмаса бір затты істеп қойса да, кірмашынға кірді салып қойса да, ол ешқандай бір үлкен бір машқала емес. Бұл келінге жәрдем беру. Біз келінімізбенен дос болып ағамыз, келінге түсіндірген. Мен мінезімде бар, бір уақытлар қатты сөйлеп жіберсем, жүдайым қатты сөйлеуім мүмкін. Соның үшін мені сол қатты сөйлейтін дәрежеге әкелмей тұғындай бұл қызым деген мен. Жәмиетімізде көп емлеуханаларға барған кезімізде көреміз, балаларын көтерген аналар сол медициналық
көріктен өту үшін, яғни прививка дәуірлері дейді ғой, әрдайым аналар сол баланың денсаулығы үшін жауапкер болады ма, яки шаңырақта бүткіл команда баланың денсаулығы үшін, өсіп рауажлану үшін жауапкер ма? Шаңырағында дүнияға келген нәрестеге һәм жауапкер болу керек. Тек қана ананың вазифасы емес. Бұл перзентті дүнияға келтіргеннен кейін туып қойдың ба, өзің өсір деген сөз емес бұл. Бірақ біздің менталитетімізде сол зат бар да, анаға жүктеп қояды. Анаға жүктеп қойылады, бірақ осы шаңырақ ағзасының әрбір жауапкер. Тек қана сол үйге келіп түскен келін, яғни таза жаңа анамыз ғана жауапкер емес. Енді бірінші орында ана жауапкер. Себебі күні-түні перзентпен болғаннан кейін перзенттегі болып жатқан өзгерісті дәру шаңырақ ағзаларына жеткізу керек. Мысалы үшін да сол бір баланың дүнияға келгенде вакцинация алуы, дүнияға келген уақытында гепатитқа қарсы вакцина салынады. Дүнияға келгеннен 2-5 күннің ішінде туберкулез кеселігіне қарсы вакцина салынады. Не көрдіңіз ба? Не үшін? Бұл дүнияға келді, стерильный болып келді, я? Бұл әлемде осы вируслар бар, осы вакцинелер бар, бактериялар бар. Сонымен организм қарсы күресу керек. Организмде онымен қарсы күресу үшін иммунитет болу керек. Соның үшін біз вакцинация саламыз. Көп ата-аналар вакцинациядан қашады. Яқ, салдырмай ма деп түсінбейді, түсінігі болмайды. Мысалы үшін 2 айлығында, 3 айлығында, 4 айлығында, 9 айлық, 16 айлық, қазір қызларымызда бір 15 жылдан бері давам еттіріп жатырмыз, 9-11 жасында вакцинация алып барып жатырмыз. Бұл вакцинацияны біз жолға қояман деген қаншама шақырулар өтті. Халқымыз арасында бұл вакцинация салса, қызларымыз ертең туу процесі болмайды екен, қызларымызды нәсілсіз етіп қояды екен деген бір түсінбеушілік халық арасында тарқап кетті. Бұл қандай вакцинация? Қандай вакцинация? Адам папиллома вирусына қарсы вакцинация. Бұның мәнісінде не жатырыпты? Бұл ертең осы қызларымыз тұрмыс құрғаннан кейін, өсіп рауажланғаннан кейін жатыр мойны рак кеселігіне қарсы вакцинация. Бұл вакцинацияны не үшін біз 9 жаста саламыз? Себебі бұл қызларымыз еле өмірге жынси органдары таяр емес уақытынан бастаймыз. Себебі клеткалардың алмасу процесі жоқ еле біз қызларда. Яғни ашық айтқанымызда қызларымызда еле репродуктив система рауажланбаған уақытынан бастаймыз. Клеткалар алмасу, соң үшін 9-14 жасында екінші ревакцинациясын өткіземіз. Бұл вакцинацияны алып бару үшін үлкен машақатларға дүс келдік. Даже ата-аналар, әкесі қыздың қарсы болып келеді алдымызға. Сіздер біздердің перзентлерімізді ертең бипіш етіп қоймақшысыз. Соның үшін вакцинация салып жатырсыз деген дәрежеде еледе түсініктер бар. Еледе халық арасында бұл түсінікпенен күресіп жатырмыз. Har телевидениеге шыққанымда, har радиодан интервью бергенімде мен осы затты халыққа мұражат етіп кетемін. Бұл ертең күні сіздердің қызыңыздың келешегі. Ертең күні біздің мемлекетімізде бұл вакцинация істелініп жатыр. Бұл вакцинация 107 мемлекетте істелінеді. Бұл вакцинация тастиқланған, зерттелінген. Әсіресе әзір рауажланған мемлекетлер, Бельгия мемлекетінде 90%-ке шекем жетісті жатыр мойны рагының алдын алуға осы вакцинацияның есабынан. Қызларымызға өз уақытында осы вакцинацияны салғаны үшін жатыр мойны рак кеселігі Бельгияда тек қана 10%, ямса 5% ұшырасуы мүмкін. 99% халқын вакцинациямен тәмелеп болды. Һәм түсінігі жүдайым жақсы. Біздің халқымызда да мен шақырар едім, әрбір ата-ананы шақырар едім, вакцинацияға қарсылық етпестен. Түсінік болмады ма ата-анада? Келің медицина қызметкерлеріне біз ерінбестен түсіндіреміз бұл затларды. Себебі біздің келешегіміз, ертең қызларымыз бұл кеселікпенен ауырмау керек. Дүния жүзі бойынша бірінші орында көкірек безі рагы тұрса, екінші орында жатыр мойны рагы тұрады. Бұл кеселік білдірместен ғана хаяларымызды алып кетеді. Басылаңғыш дәуірінде ешқандай симптомсыз өтіп кетеді. Соның үшін көпшілік дәуірде біз ақырғы стадияларына барып біліп қалуымыз мүмкін. Соның үшін әрбір ата-ана ітібарлы болың. 9 жастағы қызларыңызға вакцинация салдырудан ешқашан артқа сүрмең. Бұл сіздің қызыңыздың келешегі, қызыңыздың өмірі. Осы қызды
ертеңгі күнде сондай жаман кеселіклерден, яғни онкологик кеселіклерден сіз қазірдің өзінде оны алдын алған боласыз. Соның үшін менің ілтимасым сол халқыма. Не үшін ондай түсініктер келіп шыққан? Енді біздің халқымызда бәрі медициналық мәдениетіміздің толық жетіспегенлігі, hamde бір инсан түсінбеген инсан сондай гәп тарқатып жіберсе, ол не дейміз, халқымыз арасында жүдә тез тарқалып кетеді, дұрыс па? Не дейді? Жаман затпенен жақсы затқа қарағанда жаман зат көп тарқалады ғой. Сондай етіп, жақсы ниетте істелініп отырған затты алдын алу бұл да бір адамның сөзінен, бұл сол қызларымызды тудырмау үшін, соларды ертеңгі күнде нәсілсіз қылу үшін істелініп отырған деген бір адамның пікіріменен тарқалып кеткен сөз елеге шекем халқымыз ішінде бұл сөз жүріпті. Бірақ ешқандай қыз баланың репродуктив системасына тәсірі жоқ. Тек қана жатыр мойны рак кеселігін алдын алу үшін сол жатыр мойнында иммунизация өзі иммунитет қылып тұрады. Со вирустың, адам папиллома вирусының ертең тұрмысқа шыққаннан кейіннен бұл қызда со шылық қабатларында адам папиллома вирусының кірмеуін қоршап тұрады. Әлбетте, негізі жәмиетіміздегі инсанлар қуану керек деп ойлаймын, себебі ең рауажланған мемлекеттерде ғана қатаң тәрізде қадағаланған медициналық көріктен өту, жаңа айтып отырсыз ғой, вакцинация дәуірлерде. Солардың қатаң тәрізде қадағаланып балаларға, нәрестелерге салынуы меніңше көп мемлекеттерде жоқ. Тек қана рауажланған мемлекеттерде бар. Және Бипул бізде медициналық көрік бізде жүдәйім жақсы рауажланған. Бипул бұның куәсі август айында өзімнен Англия мемлекетінен келген интервью алды. Менен сол кезде біздің поликлиникамыздағы әрбір кабинетке кіріп көріп, медициналық аппаратлармен тәмінленгенін, дәрі-дәрмақлармен тәмінленгенін көріп, әрбірі бипул екенін көріп, олар қайранда да. Мысалы, рауажланған мемлекетте страхование полис бар, оларда ешқандай бипул зат жоқ. Әммесі төлемні қызметтен пайдаланады. Бізде әммесі бипул. Сол жерде айтып кетпекші, мен халық ойлайды, әммесіне медицина қызметкерлері жауапкер. Медицина кесел болдың ба, шпакер жауапкер. Виновата дегенде қылып қарайды да бір. Сол медицина қызметкерлері айыпкердей көретұғын дәуірлер болды. Қазір 1-2 жыл болды, азыр бұл заттың қойылғанына, даже шпакерлерді қанша дәрежеде медицина қызметкерлеріне қол көтеретін дәрежелерде де болды. Қазір құқық қорғаулары нәтижесінде бұл заттар азайды. Әрбір адам өзінен іздеу керек. Өзінде ұсы шаңырағында қандай өзінің медициналық білімі бар, өз уақытында медициналық көріктен өтті ме, ұсы кеселіктің алынды ма? Әрбір кеселіктің асқынуы ізінде болуы мүмкін. Мысалыға қалға айтады, кеше көріп еді, тым жақсы жүріп еді, бүгін сондай жағдай болып қапты, бүгін комаға түсіп қапты, я бұндай болып қапты дейді. Бұл кеше болған зат емес, жылдар давамында. Әрбір кеселік ең кемінде 10 жыл, 15 жыл давамында организмде пайда болған кеселік ақыбетінде ғана осындай машқалалар болады. Сізіңше медициналық қамсыздандырудың енгізілуі Қарақалпақстанда медицина һәм қызмет сапасына қандай тәсір етеді? Жүдәйім жақсы тәсір етеді. Бұл медициналық қамсыздандыру дегенге көпшілік адамдар қамсыздандыру, страхование дегенге басқаша түсінікте болуы мүмкін. Өзбекстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі тарапынан Сырдария уалаяты уже 2 жыл алдын бұл қамсыздандыру тізіміне өткен. Ташкент қаласы да әсте поэтапне өтіп атырыпты. Қазіргі күнде енді 2025 жылы Қарақалпақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі сол қамсыздандыру денсаулық сақтау министрлігі тарапынан қамсыздандыруға өтуге таяр тұрыппыз. Бұның үшін бізде алдын сол медициналық аспап үскенелер менен тәмінленулер, оннан тысқары интернет тармақлары менен тәмінлену, мысалы медициналық документациялардың бәрін қазіргі бізде электрон форматта, электрон формада алып барып жатырмыз. Қазір өздеріңіз әрбір медицина дәрігайына барған кезіңізде электрон тізіміне өтесілер. Бұл дімет тізіміне өттік қазір біз. Кейінгі уақытта су қамсыздандыруға таярмыз. Себебі біздің аймағымызда Қарақалпақстан Республикасында жасаушы әрбір бұқара электрон тізімге алынып болынды. Егер
еледе өз аймағында электрон тізімге өтпей жүрген бұқаралар болса, паспортларыңызбенен барып өз аймағыңыздағы поликлиникалардан со электрон тізімге өтуіңізді сұранамыз. Себебі бұл жүдайым ахметлі. Біз медицина қамсыздандыруға өткеннен кейін бұқараларға медициналық жәрдем көрсету қандай болады? Бұнда біріншісі нәрестелерге жәрдем көрсету, бипулс вакцинация сонысында, хамде дарыларға, туған аяларға жәрдем көрсету, бипул, хамде біздің 3-4 группаға алып қойған, несапқа алып қойған инсалларымыз, яғни 4 группа награн инсалларымыз, бұларға медициналық жәрдем бипул. Бұнан тысқары қар бір стационарға берілетіғын жолламбалар тек қана аймақлық амбулатор поликлиника тарапынан беріледі. Дұрыс, бізде медицина тарауы жақсы рауажланған, бірақ дегенмен республикада елде медицинаның жақсы рауажлану үшін нелердің жақсылануын қалайсыз, ямаса қандай басламаларды ұсыныс етесіз? Жүдайым көп басламалар алып барылып жатырды. Қазір Қырғызстан Республикасының өзін мысал етіп көрсек, қазір Нүкіс қаласында көздеріңіз түскен болса, қалалық емдеухана жанынан со хелп тарапынан салынып жатырған шипаханаға көзіңіз түскен болса, осы шипахана бүту дәуірінде тұрыпты. Бұл ана һәм бала шипаханасы болады. Бұл шипахана емдеухана біткеннен кейін бұл жерде барлық со кереклі аспап үскенелермен тәмінленеді. Бұлан бір медицинамыздың жетіскерлігі. Екінші тарапынан күні кеше денсаулық сақтау министрінің өзі Япония елшілермен ұшырасып, şu мемлекетімізге, елімізге керек болған таза аппаратураларға һәм Япония мемлекетінен келтірілетін жәрдемдерге қол қойысты. Бұнан тысқары осы жерде мен сіздерге айтып кетуім мүмкін. 4 жыл алдын біз Қырғызстан Республикасында аялlarda жатыр мойны рак кеселігін алдын алу бойынша жұмыс бастағанбыз. Қазіргі күнде бұл жұмысты алып барымыз ақырына жетіп жатырыпты. Бұл 11 районда алып өткенбіз. Барғанбыз 11 районда со аялlarda онкоскрининг өткізгенбіз. Яғни адам папиллома вирусына қарсы тест өткізгенбіз. 50 мың аял Қырғызстаннан бипул тексергенбіз. Бұл Япония мемлекеті тарапынан һәм ЮНИПИ тарапынан бипул берілген тест. Бұл тест еле Өзбекстан Республикасында өткізілмеді. Тек қана біздің Қырғызстан Республикасына берілді. Бұл жерде анықталған кеселдіктерді өз уақытында емдеу жұмыстарына алып барып жатырмыз. Онан тысқары жақын арада Арқа районынан, Тақтакөпір районы һәмде Құбыла районлардан Еліқала, Төрткүл, Веруни, Амудария районлары бұл жойбарға кірмеген еді. Осы жойбарды елем давам етіп, осы районларда алға қою мақсатымыз бар. Бұл жерде онкоскрининг қаналар, кабинетлері һәме районда шөлкемлестірілген колпоскоп, яғни аялларды со жатыр мойны рак кеселігінің ерте анықтау үшін аппаратуралармен һәме жерде тәмінленген. Со ең соңында менде бір сұрау бар еді. Күні мен айтып отырсыз, жатыр мойны рак кеселігі деп. Айтылуының өзі, естілуінің өзі қорқынышлы. Сол кеселіктің статистикасын айта аласыз ба? Айта аламын. Міне 2020 жылдан бері мен өзім со рак жатыр мойны рак кеселігін алдын алу скринингі бойынша координатормын. Бұл кеселік бойынша қанша аялlarımыз жас, жаңа өмір сүрумен деген кезінде өмірден кетіп қалуы мүмкін. Бұл кеселік көкірек безі рак кеселігінен кейін екінші орында тұрады. Қырғызстан Республикасында өткен жылы 357 аял осы кеселікпенен кеселленген болса, сонан 39 аял уақытынан бұрын өмірден кетті. Бұл кеселіктің алдын алуға болады. Біз осындай скрининглар өткізген кезімізде аялlarımыз, шипакерлер, медицина қызметкерлері шақырған кезінде ешқастан екіленбестен көріктен өтуі керек. Қазір har бір районда заманауи колпоскоппенен тәмінленген. Заманауи видеоколпоскоппенен тәмінленген. 17 районда да заманауи видеоколпоскоп бар. Осы колпоскоп тексеруінен өткен уақытта біз дәрежелерін анықтаймыз. Ерте дәрежесі, орта дәрежесі, тілекке қарсы ауыр дәрежеде де келген аялlarımыз бар. Осы тексеру нәтижесінде 50 мың аялды көріктен өткізген болса, бізде 465 мың жастағы аяллар бар. Бірақ біз соның қана 50 мың аялдың 10% аялын ғана бипул тесттен өткіздік. Бірақ қазір күнде жүдайым жақсы осы видеоколпоскоп 17 районға да орнатылған, 17 районда да шипакер оқытылған,
өз білімдеріне ие, тек қана халқымыздан сұрап қаламыз, аялларымыз гинеколог көрігіне өз уақытында барса, өзінің денсаулығына ітібарсыз болмаса қана бұл кеселіктің алдын аламыз. Екіншіден, сөзім басында айтып өтірген, қызларымызға 9 жаста қылынатын вакцинациядан ешқандай ата-ана қарсылық көрсетпеу керек. Бұл қызының ертеңгі тағдыры. Кім? Ешкім айта алмайды. Ертең ұсы қызда ұсы кеселік болмайды. Егер вакцинация алса, 100% гарантия беріледі. Бұл қыз ертең жатыр мойнырак кеселігіменен кеселденбей туғанына. Әлбетте, хаял қызларда көкірек безі рак кеселігі анықталса, химиялық емдеу басқыштары басыланады. Ал осы жатыр мойны рак кеселігі басыланса, қандай емдеу басқыштары? Жатыр мойны рак кеселігінің басқыштары бірінші дәрежесі, екінші дәрежесінде біз аймақтық швакерлер, гинекологлар өздеріміз емдеу процестерін алып барамыз. Бұл проект давамында республикаға 3 термоавиатор, бұл Париж несінен Лондоннан бізге проектқа берілген. Бұл Шымбай районы, Көжелі районы һәм Қоңырат районына бергенбіз. Лазер жәрдемінде осы аппаратпен емленеді. Бірінші, екінші басқышында. Онан кейін тағы осы проекттің арқасында Юнипи тарапынан бізге фотек, яғни термокоагулятор, яғни үшінші басқышы болған кезінде сис, ямаса рактың басланғыш дәуірлерінде осы коагуляторлармен емдейміз. Бұл Кегейлі районы, Нүкіс қаласы, hamde Қалыкөл районына осы аппаратуралар қойылған. Бұл районлар ара, мысалы үшін біріктірілген. Кегейлі районына Шымбай, Бозатау районлары бекітілген, Нүкіс қаласына өзінің атрапында жақын аймақлы районлар бекітіліп, 3 районға үштайым жақсы аппаратураларымыз қойылған. Тек қана біз халқымыздан, аялларымыздан өз денсаулығына ітібарсыз болмауын, гинекологиялық кеселіктер, яғни жатыр мойны рак кеселігі баста ешқандай белгісіз өтеді. Ешқандай симптомсыз, еш жерін ауыртпайды. Соңғышынан аялларымыз кеш мұражат етеді. Қан келу, ямаса қандайдыр иіслі ажыралмалар келген уақытында ғана мұражат етеді. Бұл уже рак кеселігі басыланған дәуір болады. Бұл дәуірде біз онкогинекологқа жібереміз. Онкогинеколог сіз айтқандай химиялық емдеулер, басқыспа бас емдеулермен кетеді. Кеселіктің алдын алса болады, тек қана аял өз организміне ітібарлы болса. Өз уақытында гинеколог көрігіне өту үштайым қиын емес. Аймақлық швакеріне барады, бір көріктен өтеді. Уақытын қызғанбаса денсаулығынан. Ажайып пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, бізге берген мағлұматларыңыз, білімлеріңіз үшін сізге шексіз minnetdarшылығымызды білдіреміз. Уақытыңызды аямастан біздердің шақыртуымызға яшы деп келгеніңіз үшін сізге айрықша рахмет. Әрбір мен естіп отырған халқым бір өзіне керекті мәслихат алған болса, мен жүдә қуаныштымын. Бұл біздің медицина қызметкерлерінің жұмысын алып баруда жүдәем жақсы нәтиже берсе, мен қуаныштымын. Әрқашанда сіздердің шақырған көрсетулеріңізге келуге таярмын. Рахмет. Меруерт апа, сізбен жүдә мазмұнлы һәм пайдалы тамаша көйлерге, әсіресе хаял қызларға, болашақ аналарға керекті мағлұматлар болды деп ойлаймыз. Әрбір хаял қыз өз денсаулығына өзі жауапкер. Солай екен, бәршені медицина көрігіне өз уақытында көрініп тұруын сұрап қаламыз мейманымыз тарапынан де. Себебі кеселік болғаннан оның алдын алған аңсатырақ дейді. Солай екен, бәрше хаял қызларды әрдайым өзіңізге қаранып жүруіңізді, жоғарыда айтып өткеніміздей, гинекологқа барудан да қысынбауыңызды сұрап қаламыз.